Құрметті жиналысқа қатысушылар, Централ Азия майнинг жеке жауапкершіліктегі бұзылған жерлер, оның ішінде 1-6-7 үйінділер және Алтынтау кен орындарының нөмір 9 кері карьерін жою жобасына байланысты қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша ашық қоғамдық тыңдауды ұйымдастыру. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасының экология кодексіне және екі қоғамдық тыңдаулар қағидатына сәйкес өткізіледі. Қоғамдық тыңдаулар қағидатының 25-ші тармағына сәйкес экологиялық жобаға мүлде қатысы жоқ ескертпелер мен ұсыныстарды ескерілмейді. Бүгінгі қоғамдық тыңдауды біз ашық деп жариялаймыз және қоғамдық тыңдаудың төрағасы Игілік Пісербек, қатысушыны сайлау, қатысушы Ақылбекова Гүлназ Құба экологическое решение жауапкершілікті серіктестігінің экологын сайласақ қатысушы есебінде. Қатысушылар жоқ па? Баяндамашы сөз берсек. Бірінші ашылу туралы. Қатысушылар бар ма жоқ? Ашылу туралы. Мынау қатысып отырған 11 адам. 11 адамның 10 адамы сот мекемеде жұмысшы болып істейді. Яғни олардың айтқанына қарсы шығамайды. Сондықтан мен ашылу туралы жеке өзімді пікірім ашылуына мен қарсымын. Бұны жиналыс өз дәрежесінде өтті, дәрежесі бүткіл 4,000-ға жуық адам тұратын ауылдарында, селода 11 адам ол елдің мүддесін білдіре алмайды, жазбай. Видео түсіп Түсәдің ба, жоқ көшіп түсәдің ба? Содан солай өтіп. Мен пікірім сол, ашылды. Сондықтан көпшілікті жинап, халықпен асын келіп бұл мемлекеттің арасында кейінгі референдумда Тоқаев президентіміз мысалға бұрын жер асты, жер үсті байлығы мемлекеттік меншікке табылады дегенді ауыстырып, жер үсті, жер асты байлығы халықтың меншікке табылады деген референдумға бәрі дауыс берді. Сондықтан мына жерді қазу, игеру үкімет әкім шешпейді, халық шешеді. Ал енді халықтың дауысын осы 11 адам шешеді деп шешім қабылдасаңдар, оны өздері біліңдер. Саламатсыздар ма, құрметті жиналысқа қатысушылар. Бүгін жиналып отырған себебіміз Түркістан облысы Созақ ауданындағы Централ Азия майнинг жауапкершілігі серіктестігінің бұзылған жерлерді, оның ішінде номері 1-ші, 6-ші, 7-ші үйінділерді және Алтынтау кен орнының номері 9-ші карьерінің жою жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша әзірленген қоғамдық тыңдаулар ұйымдастырып отырмыз. Осы қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 58-ші және 73-ші баптарына сәйкес өткізілетін болады. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережелеріне сәйкес 30 күн бұрын Түркістан облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының мемлекеттік мекемесінің экопорталында, НДБ экологи экопорталында, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарландыру берілген болатын. Осы уақытқа дейін ешқандай ұсыныстар мен ескертулер келіп түскен жоқ. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың өткізудің қағидасының 23-ші тармағына сәйкес қоршаған ортаны қорғау бөліміне қатысы жоқ мәселелер қарастырылмайды. Түркістан облысы Созақ ауданындағы Централ Азия майнинг жауапкершілігі серіктестігінің бұзылған жерлерді, оның ішінде номері 1-ші, 6-ші, 7-ші үйінділерді және Алтынтау кен орнының номері 9-ші карьерінің жою жобасына қоршаған ортаны қорғау бөліміне бойынша әзірленген қоршаған орта эмиссиялар нормативтері, өндірістік экологиялық бақылау, қалдықтарды басқару бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарлары әзірленген болатын. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бөліміне атмосфералық ауаға, жер үсті, жер асты су қорларына және жер қойнауы мен топырақ қабатына әлеуметтік экономикалық ортаға тигізетін әсерлері қарастырылған. Осы Алтынтау кен орнының жалпы алаңы
орналасқан мекен-жайы Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Созақ ауданындағы солтүстік батыс Қаратаудағы солтүстік шығыс баурайындағы Алтынтауса өзенінің аңғарында орналасқан. Яғни Жаңақорған темір жол станциясынан солтүстік шығысқа қарай 70 километр жерде орналасқан. Жер учаскінің жалпы алаңы жоспарда Алтынтауса кен орнының жалпы ауданы 3,797 километр болып табылады. Объектінің сыйымдылығы 79.220 метр квадратты аумақтағы қызмет салдарын жою болып табылады. Жұмыстың ұзақтығы осы 25 жылдың 31 желтоқсанына дейін жоспарланған. Алтынтауса кен орнының номері 1-ші, 6-ші, 7-ші үйінділерін және 9-ші карьер рекультивациялау басталғанға дейін, яғни дайындық жұмыстары жүргізілетін болады. Central Asia Mining осы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің екінші қосымшасының 1-ші бөлімінің 3/1 тармағына сәйкес қатты заттарды алу және байыту кен таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда пайдалы қазбалар 1-ші санатқа жатады. Осы объектіміз жою жұмыстары 2 кезеңге жүргізіледі, яғни жоспарлануда техникалық және биологиялық. Бірінші бұл жерде техникалық рекультивациялау жұмыстары карьердің периметр бойынша қоршауларды орнату, қалдық үйінділерінің беткейлерін тегістеу бетін жоспарлау болып табылады. Тау-кен жұмыстары аяқталған кезде үйіндінің бүйір беткейлерін тегістеу, жерді табиғи бетімен беткейлерін тегіс коммуникаттық жазықтардың жасай отырып бульдозермен қамтамасыз етіледі. Үйіндінің беткейлерін тегістеу кезінде үстеме жыныстардың мөлшері 259.980 метр кубты құрайды. Рекультивацияның биологиялық кезеңі бойынша келесі жұмыс түрлері қамтиды. Яғни бұл жерде топырақ жамылғысының табиғи қабаттарының өздігінен өсіп өнуі. Су қоймасы ретінде және қалған қалдық үйінділерінің тегістеуден зардап шекпейді. Су ресурстары бұл жерде карьерде бізде адамдардың тұрмыстық және техникалық қажеттіліктер үшін қолданылады. Суды тұтыну көлемі ауыз су үшін 25,48 метр кубты құрайды. Техникалық су үшін бұл жерде 980 метр кубты құрайды. Атмосфералық ауаға әсері негізгі ластаушы көздер 3 ұйымдастырылмаған көзден шығады. Яғни бұл жерде 6001 жүк тиегіштің жұмысы, яғни қазу, тиеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл жерде экскаватор жұмыс істеген кезде атмосфераға, яғни биорганикалық шаң бөлінеді. Жұмыс уақыты 11 сағат. 6002 ұйымдастырылмаған көзі жоспарлау жұмыстарындағы бульдозердің жұмысы. Бұл жерде де экскаватор жұмыс жүргізілген кезде биорганикалық шаң түзіледі. 6000, яғни барлық жерлер, яғни жұмыс жасалғаннан кейін сумен суару қолданылады. 6003 көзі бұл жанармай құю шығарулары. Яғни жанармай құю бұл КАМАЗ базасында автоцистернамен жүргізіледі. Яғни карьерлік автокөлікті атмосфералық ауаға құю кезінде күкіртті сутегі және шекті көмірсутектер бөлінеді. Осы бізде атмосфералық ауаға шығатын 3 ұйымдастырылмаған көзден 25 жылға 0,37 тоннаны құрайды. Яғни шекті шығарулардан аспайды. Қолданылатын техникалар келесі бізде яғни бізде бұл жерде тау-кен жұмыстары кезінде түзілетін қалдықтар бізде 2 қалдықтың түрі пайда болғанды, тұрмыстық қатты қалдықтар және майлы шүберектер. Қатты тұрмыстық қалдықтардың көлемі 0,15 тоннаны құрайды, майлы шүберектер 0,13 тоннаны құрайды. Қатты тұрмыстық қалдықтар арнайы алаңшаларда, контейнерлерде жиналынады.
толғаннан кейін мамандандырылған, яғни келісімшарт арқылы жақын маңдағы полигонға, қатты тұрмыстық полигонына тасымалданады. Майлы шүберектер бұлар да яғни ұйымдасқан келісімшарт арқылы іске асырылады. Учаскеде яғни автокөліктерден қалдықтар, яғни сүзгіштер, шиналар пайдаланылған жанармайлар түзілмейді. Яғни өйткені бұл жерде автокөліктерді жөндеу үшін, яғни арнайы бағанағы жақын маңдағы техникалық қызмет көрсету орталығында жұмыстар атқарылады. Қорытындылай келе, осы Түркістан облысы Созақ ауданындағы Централ Азия майнинг жауапкершілігі серіктестігінің бұзылған жерлерді, оның ішінде номері 1-ші, 6-ші, 7-ші үйінділерді және Алтынтаусай кен орнының номер 9-ші карьерін жою жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша жұмыс кезінде атмосфералық ауаға, жер үсті, жер асты суларына, сондай-ақ құнарлы топырақ қабатына кері әсері байқамайды. Осы уақытқа дейін бізде барлық экопорталда Түркістан облысының экология департаментінен ескертулер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ 30 күннің ішінде. Сол себепті қорытындылай келе баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса. Жаңа нені айтшы? Қайта бөлір, нөмірі қайта бөлдердің? Номер 1-ші, 6-ші, 7-ші. 6-ші, 7-ші, 3-те ма? Үйінде. Не, осының сен қай екенін өзің білесің бе? Өте технолог, геолог, мамандар. Қалай баяндама жасап түсінесің? Картада көрсетіп тұр ғой жаңағы картаны. Карта схемасы бар. Қай жерде біздер білейік те қай жерге. Ертеңгі мына қалыптық бақылау болады. Иә. Бақылау болған кезде біз көрейік. Алтынтаусай кен орны жақында бана через Google'дан да координаттарын ашып көрсеңіздер болады телефонмен. Или телефонмен көрсетіп жіберсеңіздерші, сіздерде бар ғой технолог? Көрсетші, біз ертеңгі сонда сендердің жұмыстарының қол нәтижесі. Сендердің мақсаттарың бұлайша дұрыс. Ал енді осыны жүзеге асыру мәселесі. Сен бол, біз бол, экологтегі қалжандар бол керек шығар. Иә. Өмір керек қой одан бірінші өмір керек. Алтынмен бітпейміз. Алтынымыз тазаке деген заман болған. Ал енді бұл жерде қаншама халық өмір сүріп отыр. Қаншама ғасыр өмір сүріп. Қарап бүткіл қазақтың ата жоқ. Ешқайсы бөтен емес. Ешқайсы қалып кеткен жоқ. Бәріміздің тамырымыз осы жерде. Шырақтар. Сондықтан енді табиғат екінші атамыз дейміз. Ананы дал-дал қылып, жаудың тірлігін істеп, өзіміз қазақпыз, өзіміздің қазақтың жері, жау емеспіз, Қытай емеспіз, неміс фашист емеспіз. Сол фашистіктерді тоқтату керек. Алайық, қалпы игілер пайдаланайық. Мұсылманша бұлай адамгершілік, рахым, жанында табиғатқа деген сезім болу керек. Мен шынымды айтып сол, мен бәлеқор болдым. Мен қимаймын оның артасын. Өзім туылдым, біттім, сөйлеп өстім. Мен үшін бәрі сыр. Сондықтан шынымдаймын. Мақсаттарым дұрыс. Енді осы жүзеге асыру үшін жаңағы 1-ші, 6-ші, 7-ші үйінділерді қалпына келді. Қалпына келдіру мен қалпын бақылауын есебін мен постоянно бақылап тұрайын, связьда болайын, осын жөнге келтірейік. Біздің ұсыныс сол шығар. Алдыңдар ма? Алдыңдар. Енді ана жабай береді, білмеймін енді тоқтату керек. Қай күні мен Нешан Мисаға да айттым. Біздер мәжіліс Мисаға да айттым. Енді бір аптада аудан әкімге кірем бар. Осы мәселеге. Сенің басыңа ұят келеді шығар. Мен келді, неге ұстап жіберуге болады, бірақ ал енді оны кім беріп отыр? Осындай жағдайға жеткізіп отқан сенсің деп айтады. Мен шәкіртім ол ауданында. Төбесінде тоқтап оқытқан бол. Жаңағы неме? Бердібек Саматтың әкесі де оқытқан болады. Жұрақтар, бәрін көтен емеспіз. Бәрін көтен емеспіз. Бәріміздің қанымызды қазақпыз бәріміз. Бөлінгенің бөрі жейді.
жер ортақ, су ортақ, көшіп кетпейміз. Талқандап, фашистің тірлігі. Сондықтан мен жылда отырған, соны дұрыс түсінді. Дұрыс айтасың. Жөндеу деген мақсатқа келген кезінде, давай бұның енді бір жауапкершілігі бар адам болу керек бұл. Үлкен жаңағы сенчардың төлеу келу керек. Қаржы ма баяқта? Ертеңін пәле миллион бөлінеді мынаға. Пәле сұрақта бастаймыз, пәле сұрақта аяқтаймыз. Бұл енді жөндеуге келген кезде экологиялық зардап көп болмайды. Машинаның шағын болатын рас, жаңа өзің айтып отырсың. Бұл уже зардап болатын болып қойды. Енді оны жою мәселе. Қолымыздан келгенше. Бұл бәрі жойылмайды ғой. Соны жою үшін осы проектін жасап жатырмыз ғой. Жою деген ол әже тегістеумен іспетпейді. Табиғатқа көп зардап келіп қойды. Мен сізден бір мысал айтайын. Бұл жерде бозторғайдың 4 түрі болады. Сосын жаңағы білесіңдер қарлығаш өте көп болады. Көктемде олар сиыр айдап шыққан кезде 200-дан түрінде жұмыртқа болады. Торғайдың, бозторғайдың. Қазір содан бір-ақ торғайдың түрі бар. Шымшық торғайдың. Мен саған 2 ол айтайын. Мұны күмістің астына өтіп бараттым. Ананың ішіндегі есікті ашқан кезде аспанға боз тұман шығады. Сонда торғайлардың жерге тоқылдап құлаған көзімнен шашықты. Мен саған 2 ол айтайын. Ол қандай уы анан тараған білмеймін. Мен ол сен маман айтым. Химияны білесің, биологияны білесің. Мен байтым айтым. Енді қаған неге ол көрді? Қаншама өсімдіктерді, бұл аптаудың ішінде бау тұғын. Сендер білмейсіңдер көрді. Бау болғанда аспан көрінбейді бау болған. Алма, өрік, тұт деген. Бұл жерде ана Шаңдақбай деген әулие болғанда дихан болған адам. 7 бау барды. Кенжетайдың бауы, Қозыкөнің бауы, Шөдікөнің бауы, Шалданбаудың бауы, Ұсайдың бауы, Қалидың бауы, Мұхамеджанның бауы деген баулар бар. Содан бір талғаған жоқ. Өзен арнасын қойайды жоқ. Осының бәрін көріп отырмыз осы шыңда болып жаңағы. Енді сендердің мақсаттары сол қалпына келтіру мүмкін. Енді қаған тегістеп сол жерде бұлайды бұйытқан шөмі шығады қайтып, тегістеледі. Дальше осы елде өмір сүреді. Бұндай таудың көлемі жоқ. Бұл тегістейді. Әгер сол жерде курортты жіберуге болады жерде. Әгер. Өзіміз істеп отырмыз ғой шырақтарым. Соны мен ана сенжанға да айтқан шырақ. Бұл жерде мынаны қалпына келтірмей тірлікті тоқтатты. Алдың ба, енді қалпына келтірді шырақ. Қажымын дейсің, Құдайға қалпында өтірік айтпайтын шығарсың. Бізге өтірік айтсаң деді. Сондай біздің талабымыз. Халқында талап айтатын осы сіздер. Өтініш баран жетсеңдер, жетсіңдер. Давай жұмыстарын істеңдер. Жаңағы төбелерді картадан маған көрсетіңдер, біз бақылап тұрмыз. Сіз пікірлеріңізді барашар. Рамбек Төребек деген кісі Ақсақалдың кеңесінің мүшесі. Осыған кездегі Ақсақалы. Пікірлерді тыңдадыңыздар, сіз пікірлеріне қорытынды жаза берейік оны. Қорытынды. Централ Азияның майлары жауапкершілік шектеусінің бұзылған жерлері, оның ішінде 1-6-7 үйінділері және 6-2-9 карьерін жою жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі бойынша қарсылық бар ма, жоқ па? Жоқ адамдар. Жою реттелу керек. Реттелу керек, ол бәрі халықтың бәрі көтереді.